Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Жыл басынан бері өндіріс орындарында 70-ге жуық жұмысшы қаза тапты. Биыл өндірістегі жазатайым оқиғалардан 640 жұмыскер зардап шегіп, оның 69-ы қаза тапты. Еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, республиканың өндірістік аймақтарында жарақат алудан ең жоғарғы деңгейлі сақталуда. Мәселе Қарағанды облысында 79 адам, ШқО-да 53 адам, Абай облысында 50 адам, Павлодар облысында 46 адам, Қостанай облысында 44 адам, Ақтөбе облысында 40 адам зардап шеккен. Сондай-ақ Алматы қаласында 50 адам зардап шекті. Экономика салалары бойынша ең көп зардап шеккендер тау-кен материалогия кешенінің өнеркәсіптерінде 21,8% және де құрылыс саласында 10,6%. Жазатайым оқиғаларының орын алуының негізгі себептері жәбірленушінің өзінің өресекел абайсыздығынан, өндірістегі жұмыста тиісті деңгейде ұйымдастырылмауынан, еңбек қауіпсіздігі және де еңбекті қорғау ережелерін бұзуы, жол қозғалысы ережелерін бұзуы нәтижесінде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.